Қанағатшылық қалай насихатталған? Енді қанағатшыл болу ол қолындағы бар нәрсеге риза болу. Қанағатшылдықты насихаттаудың бір жолы өзіңнен жағдайы төмен адамға қарасаң және өзіңді салыстырсаң, сол кезде не болады? Қанағатшылдық пайда болады. Ал егер де адам баласы өзінен жағдайы жақсы адамдарға жоғарыға қарай беретін болса, онда не болады? Қанағатсыздық пайда болады. Сол себепті әр кезде өзіңді салыстырған кезде өзіңнен жағдайы төмен адамдармен салыстыру керек. Мысалы, сізде үйіңіз бар, үйі жоқ адамға қараңыз. Немесе сізде көлік бар, көлігі жоқ адамға қараңыз. Немесе сіздің көлігіңіз бар, бірақ басқаның да көлігі бар, бірақ оның көлігі сәл төмендеу, сәл нашарлау. Соған қарасаңыз, сіз өзіңізді не істейсіз? Қанағат тұтасыз. Сол секілді денсаулық. Сізде денсаулық бар, денсаулығы жоқ адамдар қанша? Мысалы, сізде аяқ қолыңыз бар, басыңыз, құлағыңыз, Құдайға шүкір, көзіңіз көріп тұр. Енді көзі көрмейтін адамға қараңыз. Оның өмірі қандай қараңғы, оның өмірі қандай қиын. Немесе аяғы жоқ, қолы жоқ адамдар бар. Сол секілді осылай өзіңізден жағдайы төмен, мүмкіндіктері шектеулі деген секілді адамдарға қарасаңыз, сонда әр кезде қанағатшыл боласыз.